Екі көше бар. Мына бер жақтан бір көше ворота жасасаңыз болады. Қоршалмаған әзірше. Міне көше. И ар жақта екі входпен дәу ворота жасасаңыздар болады. Ас бөлме деп айтылады. Зал, қонақ күтетін бөлме. Ассалаумалейкум оқырмандар. Бүгін бізде тағы бір түсірілім. Алатау ауданы, Қарасу микрорайоны, Зеренді 76А. 76А. Осы үймен қазір сіздерді таныстырам. Көшесі тупикта орналасқан. Бұлай сол жағына тағы бар. И көше сонымен бітеді. Көшесінде асфальт жүрілген. Әлі су, канализация бәрі бар. Жарық орналасқан. Көшесі жарық. Әзір газ ғана бұл жерде жетіспей тұр. Бірақ алдағы жолы газ келеміз деген жоспарда бар. Үйі сплитерный блокпен соғылған. Жер телімі 5 сотық. Сигналды енді ворота қойылады. Есігі алаңы ашық. Соғам десеңіздер үйге болады. Үйі міне. Және мына жақта қарасаңыздар, тағы бір көше бар алдымызда. Мына жағында сарайы и даладағы әжетхана. Бұл жақта тағы бір айта кететін болсақ, екі көше бар. Мына бер жақтан бір көше ворота жасасаңыз болады. Қоршалмаған әзірше. Міне көше. И ар жақта екі входпен дәу ворота жасасаңыздар болады. Бұл жақта келген кезде, ана жақ келген кезде бітеді, тупиковый. Мына жерде сай дейді. Бірақ әзір су жоқ. Мына жерден, мына беттен скоро газ жүреді деген жоспарда бар. Ар жағында өйткені газдың трубасы тұр. Үйіміз осы. Далада слип. Енді ары қарай үйді көрейік. Жер ашық. Ал, пысымла деп үйге бастайық. Үйге бастағанда осындай шағын дәліз бар. Биіктік 2,5 потолок. Астымызда стяжка, линолеум төсенген. Мына жақта жоспарланған газға топкы деп есептелген. Мына жерге бәрі орналасқан. Бәрі дайын тұр. Топкіге мына есік, мына жақта, или мына есікті қойсаңыздар болады, уже бәрі дайын тұр. Терезесі пластикалық. Мына жақтан тағы бір бөлмеге кіреміз. Бұл бізде ас бөлме деп айтылады. Ас ішеміз және әзірше пеш қолдан жағамыз. Тоже терезесі пластикалық. Су бар, свет бар. Осы ас бөлмеден оң жақта бір бөлме, бір есік және алдағы есікке қарай кірейік. Бұл бізде зал, қонақ күтетін бөлме. Бұл әр бөлменің квадраттарын төменге жазып өтемін. Төменде көрсетілген. Стенасы известь. Терезесі пластикалық. Және осыдан тағы бір солға қарай жүреміз. Енді осы ас бөлмеден оң жағымен бастасақ, бұл жақта бізде тағы бір жатын бөлме. Стенасын бәрі известка. Астымызда стяжка, линолеум. И тағы бір бөлме бар.
терезесі пластика. Осындай шағындау үй. Алам десеңіздер, төменде үй иесінің нөмірі көрсетілген. Хабарласып, бізден хабарластым баспана ТВ-дан деп айтсаңыздар, сіздерге скидка жасап, жақсылап, арзандап түсіріп береді. Әр қазағым үйлі болсын.